күн, құрметті көрермендер. Бүгін 20 желтоқсан. Жылдағы дәстүр бойынша тарих пәні мұғалімдерінің ұйымдастыруымен желтоқсан елімнің ерлік жолы атты желтоқсан оқиғасының куәгерлерімен кездесу өтті. Бүгінгі кеш қонақтары Алматы Ақшам газетінің тілшісі Нұрлан Сүйін мырза мен полковник Ерғали Хаят мырза болды. Кездесудің мақсаты 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи мазмұнын ашып оқушыларға жеткізу және оқушылардың өздігінен ақпарат іздеу арқылы олардың білімін арттыру, боздақтардың ерлігі арқылы оқушыларды ерлікке, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Қош көрдік. Мен бір нәрсе қуанып қалдым. Сіздер мынау көршінің үйінде квартирада тұрған сияқты жағдай болса, бірақ өздеріңізге керек дүниені осындай кездесу бәрінде ешқандай қиындықтар армысыздар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде 27 жыл қызмет істедім. Тут на коллегии информация көп владеть етсеңдер, хабардар болсаңдар, әр нәрседен сендер жолдарың болады. Адам бір саламен жүре беруге болмайды. Сол жүйеде тұрады. Тым жоқ техника жоқ, дамыған жүйеде